Баршаңызға қайырлы күн. Қалайсыздар, қалдарыңыз қалай? Енді барлықтарыңыз түсінбей жатсыңдар, дайректім дейтін жарылып жатыр, не болып жатыр деп та той елдердің историясын қарасақ, той болмайды деп жатыр. Сіздің историяңыз той деп жатсыздар, не болып жатыр? Бұл пранк па, шын ба деп жатқан жандарға енді барлығы шын. Біз Алланың алдына некемізді қидық, ата-анамыздың рұқсатымен, батасымен, енді Алланың қалауымен бірінші ұзату той. Мен жалпы өзім арманым ұзатылып шыққым келді. Енді сол арманымды орындағым келіп, Ақтау қаласында ұзатылайын деп жатырмын. Ұзатылғаннан кейін жалпы енді құда түсіп, ұзатылып, мені алып кеткеннен кейін бала той именно елдердің тойы пока уақыты қойылған жоқ. Соны айтып жатыр, жалпы той пока емес деп та, енді алдағы уақытта той болады деген сияқты. Сол енді бізде барлығы шынайы, енді өздеріңіз көріп тұрсыздар, оны бәрін пранк деп, енді мешітке барып неке қиып пранк деп жүрмейміз ғой. Сондықтан тек бізге бақыт тілеп қойсаңыздар, бізден одан артық керек. Барлығын үйрендім. Жалпы енді сіздерге айтқанда қалай нәзік болу керек, қалай женская энергияны көтеру керек. Көбісі айтып жатады, сен женская энергияң прям на высшем уровне көрініп тұр, энергияң экранның арнасында беріледі деп та. Мен өзімнің жолдасым қазіргі енді Эльдардың өзі айтқан, танысқан кезде айтқан, энергияңыз вообще басқаша екен, бөлек екен деп та. Сондықтан да қыздар, егер женская энергияны көтеріп, өзіңізбен жұмыс жасап, ол мен өзіме жұмыс жасағаннан кейін нәтиже көріп бастадым да, жалпы өзіңізбен жұмыс жасап, жолыңыз ашылсын десеңіз, отношения тез құрғым келеді десеңіз, армандарыңыз тез орындалғанын қаласаңыз, мен жалпы осы арманым деген тез осы бір жылдың ішінде үйлі болдым, көлікті болдым, Африкаға бардым, Дубайға бардым, Стамбулға, Бакуге, шет елдің барлығына барып шықтым, почти что балай қалаларға деген сияқты прям жолым ашылды ғой, любой сферада, и тұрмыс құру жағынан, и отношения жағынан, и өзімді жақсы көріп. Қайырлы кеш баршаңызға. Біз Талғардамыз. Тойдың шаруасын шешуге ата-анамызбен, енді Эльдардың ата-анасы, мен де ата-анам ғой, сөйлесіп ақылдасуға келдік. Жаңа күшті бір видео түсірдік, ертең салам, бірақ бүгін салмай да. Да.